Егер сен кәсіпкер болсаң және салық төлеуден қиналып жүрсең, саған керемет лайфхак. Бірі бұны білет, бірі бұны білмейді. Білген болса да біреулер оны істемейді. Ал кеттік, соңына дейін тыңда. Егер ұнаса, лайк басып, коммент жазып, біздің арнаға тіркеліп кет. Егер де сіз кәсіпте жүрсеңіз және қаражаттарыңызды реттей алмай жүрсеңіз, яғни кассовый разрыв болып жатса, немесе берешектеріңізді айдың соңында бере алмай жатсаңыз, салығыңызды 6 ай сайын жаба алмай жатсаңыз, онда мынандай бір керемет кесте бар. Бұны мен 10 шақты жыл бұрын осылай өзім жасаған болатынмын. Бұны дәптерге де жазуға болады, бірақ ең жақсысы осылай кесте жасасаңыз, көшіруге де, түзеуге де бәрі ыңғайлы, оңай. Және бұл жерде мынау тұрған позицияларды мен сіздерге қазір түсіндіріп өтем. Қандай позиция, не үшін? Өзі жазылып тұрғандай мына күні, яғни мына жерде сіз осылай күнді санай бересіз. Бір айдың көлемінде салам қоясыз, сосын бір айлық есепті шығарасыз. Одан кейін мынау жұмысшылардың айлығы. Мысалы сізде бір сатушы болатын болса, 10 мың теңге айлық берсеңіз, орташа санмен алғанда 10 мың теңге деп жазып қоясыз. Салық 3%, кейбір региондарға қазір әртүрлі болып кетті, 4%, 10%, 15, 16% деген. Соны өзіңіз барынша кетіріп түзеп қоясыз. Одан кейін аренда. Енді әрине өзіңіздің жеріңіз болса, өзіңіздің помещениеңіз болса ол жақсы. Аренда болса міне қандай баға, мысалы орташа алғанда миллион деп қойдым. Одан кейін банк комиссиясы, бұл енді тағы да бұны бір айға созатын болсақ, банк комиссиясы ай сайын мысалы орта есеппен 50-60 мыңға шығып кетеді. Сондықтан бұл да бір шығын. Соны әдейі жазып қойдым. Одан кейін сатып алу. Енді сіз товаркада жүрсеңіз, әрине міндетті түрде сізде қайтадан закуп болады. Закупқа міндетті түрде енді ақшаны жинап қойған дұрыс. Одан кейін қайырымдылық. Қайырымдылыққа мен енді зекетті бөліп отырамын. Зекет минимальный ол 2,5%. 2,5% деп жазып қойдым. Одан кейін табысыңыз. Одан кейін айналым, капитал. Айналым бізде, яғни ол жалпы түскен мысалы бір күндік қаражатыңыз. Мысал ретінде сан келтірілген барлығы. Сондықтан 200 мың дейік, мысалы бір айналым осылай болды бір күндік. Одан сіз ең бірінші алып тастайтын, шығарып тастайтын саныңыз ол салық. Салық 3% деп шығарып тастайсыз, ол 6 мың. Одан кейін жұмысшының қаражаты, аренданы шығарасыз. Оларды сосын шыққаннан кейін барып, мысалы жұмысшының қаражатын қалай сіз өзіңіз келістіңіз. Мысалы мен күнделікті беріп отырамын. Маған олай ыңғайлы. Бір айға созатын болсақ, ол көбейіп кетеді. Оны қосып, мысалы жинап отыруға да болады негізі. Бірақ біз проценттік жұмыспен істесеміз, мысалы қалай сатты, соған байланысты айлық алады. Мысалы ол 10 мың, 15 мың, 20 мың алу мүмкін. Сондықтан мына жерге мен мысалы 10 мың деп орташа жазып қойдым. Сіздерге түсінікті болу үшін. Одан кейін аренда. Аренда 1 миллион. 1 миллионның 30 күнге бөлгенде 33 мың 300-ден орташа шығады екен. Оны сіз күнде бөліп отырсаңыз. Одан кейін комиссия 0,85%. 200 мыңнан алып тастайсыз. 0,85% 700 теңге. Одан кейін сатып алулар, мысалы 1-1 дейік. Бірақ енді қазір ондай жоқ. Сондықтан өзіңіз қарайсыз. 1-1. Ол мысалы 200 мың айналым болса, 100 теңгесі закупқа кетеді. Одан кейін капитал. Кез келген компанияда капитал болу керек. Ол үлкен қателіктердің бірі осы салықты жинамау, капиталды дұрыс бөлмеу. Капиталды мысалы қаражатыңыз ауқымды, жақсы, табысыңыз жақсы болса, капиталды көбірек жақсы. Ең минимальный капитал ол 10%. Сондықтан мына жерде 10%-ны бөлу. 10%. Бұның бәрін сосын қалай келтіресіз? Реттік сандары міне, салықты алып тастайсыз, банк комиссиясын алып тастайсыз, аренда, жұмысшылардың айлығы, сатып алу, закупқа арналған ақша, бәрін алып келесіз. Қайырымдылық. Содан кейін барып соңында табысты шығарасыз. Сосын табыстан, ол таза табыстан капиталды бөлесіз. Мысалы таза табысыңыз 47 мың 775 теңге болды. Мысалы бәрін алып шыққанда соңында 47 мыңнан мен 10% алғанда 4775 теңге шықты. Сонда менде таза табыс 43 мың теңге табыс болып тұр. Және мыналардың бәрі бөлінді. Сосын енді ең басты маңызды мәселе, оның бәрін қайда жинайсыз?
бұның бәрін бір ғана жерге жинауға болмайды. Мысалы, салық деп депозит ашасыз, жұмысшыларға деп депозит ашасыз, аренда деп депозит ашасыз. Бәрін осылай депозит арқылы бөліп, оған күнде салып отырасыз. Депозиттің бір жақсы жері, мен қазір соңғы жылдары Каспийда, Пейда депозит аштым. Ол жерде ең жақсысы, жаңағы сложный процент дейді ғой. Күнде бөліп отырады, айына бір рет бөлмейді, яғни табысты. Сондықтан күнделіктісін күнде бөлгендіктен ол жерде регенерация дейді ғой, жаңағы қаражатыңыз күннен күнге көбейе береді. Мысалы, сіз ештеңе салмасаңыз да, мысалы бүгін 1100 теңге түсті ма, ертең 1120 теңге түседі. Сіз мысалы салмасаңыз да ештеңе. Неге? Себебі ол күннен күнге өзі бөліп отырған ақшаның үстіне қайтадан тағы да содан пайыз шығарып, соған жаңағы депозитін бөліп отырады. Яғни сложный процент жұмыс істейді. Сложный процент жайлы мен кейінірек бір тағы да осындай бір керемет сабақты жасайтын боламын. Сол жерде мастер-класс жасайтын боламын, сол жерде бәрін өтеді. Ол негізі инвестиция саласында, облигация саласында және жаңағы басқа да сондай қаражатты көбейту, пассивтік жаңағы қаражатты табысты пассивті табу саласында өте керек дүние. Сондықтан бұл жерде де сложный процент арқылы сіз бір айдың көлемінде, мысалы, салық сізде жиналатын болса 6 ай 1 миллион дейікші жағдайда, 1 миллион сіз жинап қойдыңыз. 1 миллион бір ай бойы сізде сложный процентпен жақсы өсім беріп тұр. Яғни ол сіздің тек қана салығыңызды ғана жаппай, сол салықты сізге санап берген бухгалтерға да қаражатын шығарып бересіз. Бухгалтердің да қаражатын өте жаңағы еңбек ақысын шығарып бересіз. Ол өте ыңғайлы, қалтаңыздан шықпайды. Сосын барып, мысалы, арендаға жиналған ақша тоже, мысалы, 1 миллион ба, 1 миллион өсіп айдың соңына шығам дегенше, мысалы, сіз ол жерде жаңағы коммуналка, услуганы шығарып беру. Енді кішігірім жетпей қалуы мүмкін, бір жағын жапса да, әйтеуір суың болсын, газың болсын, ол да өте жақсы. Банк комиссиясы, ол да өсім беріп тұрады. Банк комиссиясы, енді банк комиссиясына сіз ешқандай не алмайсыз, банк комиссиясы өзі шешіп алып тұрады, бұған депозит жасамайды. Сосын сатып алу, мысалы, сізде сатып алу, айдың соңында бір рет сатып алсаңыз, мысалы, бір ай сатып, сосын бір айдан кейін тағы да закуп жасайтын болсаңыз, өте жақсы. Ол да керемет өсім беріп тұрады. Немесе күнделіксін күнде, мысалы, беріп тұрсаңыз да, бұған онда депозит керек емес. Қайырымдылық. Қайырымдылықта да бұл, мысалы, 2,5%, 2,5%-ке плюс бір жыл бойы, мысалы, зекет беретін болсаңыз, бір жылына бір рет бересіз ғой. Сол кезде сізде тағы жақсы өсім беріп тұрады. Сол өсім бәрін қосып, жақсы игі іс жасауға болады. Одан кейін табысыңызда, мысалы, өзіңіздің таза табысыңызды көріп тұрасыз, ол сізге жақсы мотивация береді. Себебі сіз айналымды көресіз да, ой, мен жақсы айналым жасап жатырмын, жақсы табыс жасап жатырмын деп жарата бересіз. Мыналар бөлінбейді, айдың соңында сосын қарыздарыңыз келіп тұрған кезде қатты қиналып қаласыз. Капитал не үшін керек компания? Капитал енді ең басты мәселе. Бұл сіздің компанияңыздың өсуіне ықпал ететін бірден бір дүние. Мысалы, бұл жиналса, сіздің айналымыңыздағы товар оборот дейді ғой, оныңызға товар қосасыз, көбейтесіз, яғни сіздің табысыңыз көбейе бастайды. Закуптарды көбейтесіз, немесе қызметпен айналыссаңыз, қызметіңізде жаңағы көптеген заттар ескіреді, мысалы, соның бәрін өзіңіз қалтаңыздан шығармайсыз, осы жиналған ақшаға сатып аласыз. Тағы да одан да көп жиналып жатса, онда сіз ол қаражатқа филиал ашасыз, немесе офисіңізға жақсы бір ремонт жасайсыз, тағы негізі капитал деген өте керек. Компания масштабты көргіңіз келсе компанияда, ол өссін десеңіз, капиталды міндетті түрде көбейту керек, және де табысыңыз көп болса, мол болса, өзіңізден артылып жатса, 10%-дан жоғары 20-30%-ға шейін көтеріп тастасаңыз нұр үстінде. Сондықтан мына бір таблицаны негізі бұл автоматтық түрде өзі санап бермейді, негізі бұл Excel таблицасын жақсы білетін болсаңыз, мына айналымға, мысалы, күнделікті қанша сумма болды, жазсаңыз, бәрін автоматтық түрде осылай шығарып беретін алгоритм жасауға болады. Өте ыңғайлы, өте керек дүние, және өзіңізге қатты мотивация беретін. Мысалы, сіз күніне 43 мың теңге жұмыс істеп жатырсыз деген сөз. 43 мың теңге сізге бүгінге жете ма, жетпей ма, отбасыңызда қанша адам, өзіңіз ағарап есептей бересіз. Міне сіздермен болған Сыздық
Жасұлан, міне сіздермен болған Жасұлан Сыздық. 13 жылдық кәсіпкермін, әртүрлі салада жұмыс істедім. Басында мен де осылай қиналған болатынмын. Бірінші, екінші жылдары салықтарымды төлей алмай, банктан қарызданып, солай жапқан болатын. Содан кейін барып бас кішкене істей бастады. Сондай таблицаларды құрастыра бастадық. Одан кейін барып жанның тыныштығын, жанның ләззатын тек қана содан кейін ала бастадық. Себебі өмір бойы мынау, мысалы, бір ай бойы осылардың бәрін сіз ойлап жүресіз. Анаған қазір жинап қояйын ақша, мынаған жинап қояйын деп, өзіңіз былай айтқанда шаршап кетесіз, сол цифрлар миыңызда жүреді. Ал мына жерде бүкіл сандардың бәрін осы жаққа жазып қоясыз да, миыңызды кішкене сандардан босатасыз. Өйткені миыңыз сізге сандарға емес, миыңыз кәсіпті өсіруге жұмыс істеу керек. Оның бәрі келесі сабақтарда болады. Және бұл сабақ тегін, ештеңе төлеудің қажет жоқ. Мен қазір үйретіп жатқан, және болашақта үйрететін барлық мастер-класстарым, сабақтарым барлығы, өзімнің білетін дүниелерім бәрі сіздерге, сіздер үшін тегін. Қазағым байысын, сау саламатта болыңыз.